Бисмиллах, бүгін бізде мукбанк. Мукбанкқа бізде 5 бармақ. 5 бармақ деп те атайды. Соленые огурцы. И және чертополох. И этот сорпа. Сорпаны ішетін боламыз. Так, бисмиллах, маған ас болсын. Мынау бірінші рет түсіріп жатқан мукбангым. Бисмиллах. Мен сабыз картошка обязательно қосам, потому что жақсы көрем 5 бармақпен жегенді. И тұздақ. Қазы өте майлы. Соленьяны мамам істеп беріп жіберген. Мұны еще баклажкада таза суда жабады. Ешқандай қайнатпа, су қоспай. Май. Сабыз. И қамыр. Бірінші түсірінге асығып жеп жатырмын да. Картошка. Ет. Қамыр. Қазы. Мен тойған сияқтымын уже. Асығып жегенге қарасам 3 минут жеппін, 4 минутта.
Негізі мен оң қолмен жеп жатырмын. Бірақ камера фронтальный болып, фронтальныймен түсіргендіктен как будто сол қолмен жеп жатқан болып көрінуі мүмкін. Үйде менің мукбанг түсіретінімді пока ешкім білмейді. Күйеуім тем более білмейді. Ол негізі камераға жегеніңді түсіру ұят деп санайды. Енем де білмейді. Мен тойдым. Бүгін ет жегім кеп асқан болатынмын. Солай басыңыздар, тағы да түсіріп тұрамын. Комментарийға жазсаңыздар болады, именно менің не түсіргенімді көргілеріңіз келетінін. Қандай тамақты, болмаса осы бешбармақтың дайындалу тәсілін түсірейін ба. Все, давайте.